Барлықтарыңызға сәлем. Тыңдайтын күйлеріңіз халық күйі кеңес. Hey достар, Қаршыға каналына қош келдіңіздер. Музыкалық аспапты тез әрі дұрыс үйренгің келеді, бірақ қайдан және қалай екенін білмейсің бе? Онда Қаршыға KZ курсы саған көмекке келетін болады. Қаршыға KZ курсында қазіргі таңда 1000-нан аса оқушыларымыз білім алуда. Кеңес күйін орындау тәсілдері. Бірінші, лига жүреді ашық шекке. Ол лиган көбісі қате жасайды, бүйтеді мысалға деп жібере салады. Немесе сол қолдары тайып кетіп отырады. Сол себептен қол тайып кетпеу үшін бірінші саусақ домбыраны былай қойып қоямыз. Сонда домбыраны көтеріп тұрасыздар және бас бармақ. Тартқан кезде де өзіңізге қаратып тартасыздар. Қатты жылмау керек. Жеңіл ғана. Сол қол астыға түсіп кетпеу керек. Ол дайындық тәсілі былай болады. Оң қолмен ойнамайсыздар, тек дыбысты басасыз, тартып қаласыз. Басасыз, тартып қаласыз. Және де кеңес күйінде міндетті түрде қағыстарды бәрін беріңіздер. Көбісі алма-кезек қағыс ойнап қателік жасайды. Кеңес күйінде екі төмен, екі жоғары қағыс жүреді. 10-шы дыбысқа саусақ жетпей жатса, көбісінікі жетпей қалады. Бас бармақ басып тұрасыздар да, мына жақтағы кисті оңға қаратай созасыздар. Сонда бірінші саусақ бас бармаққа қарама-қарсы болады. Сол кезде ғана сіздің 4-ші саусағыңызбен 10-шы дыбысқа жетесіздер.